Андай кішкентай морозилкаға келіп жатырық. Ішіндегі тесіп алған екен. Пышақпен мұзын алам деп. Папа. Аны ерткен кезде ешқашанда пышақпен ертуге болмайды. Пышақпен мұзын алуға болмайды. Бұған шаш кептіретін фен, егерде специальный фен болмаса, шаш кептіретін фенмен арқайын мұзын ертіп алуға болады. Енді бұл тесілгеннен кейін бұның ішіне су кіреді. Су кіргеннен кейін жалпы системада влага болмау керек холодильниктің. Оның тағы да системасына влагасын шығаратын тағы способтар істеу керек болады. Сол себепті холодильниктің несі қымбаттайды. Беруса деген кішкентай холодильник. Холодильник, асты морозильник. Так, жаңа жерді пайкіледік. Давлениемен тексердік. Ұстап тұр, нормально. Қазір френ бәрін құйдық. Фильтрін ауыстырдық. Клапан шредер қойдық. Енді берсе